Баршаға сәлем. Бүгінгі тақырып бізде қызға қанша рет жақындау керек, ұялуды қою үшін. Ұялшақты қою үшін біз қызға қанша рет жақындау керекпіз. Бұл негізгі күрделі тақырып. Әр адам әртүрлі. Мысалы, бір адамдар далада немесе автобуста, метрода болсын, жұмыста болсын, магазинде болсын, қыздарға жақындайды. Сол кезде ашылу, қыздан ұялшақтық қою әсері әр адамда әртүрлі. Мысалы, бір адамда 30 рет жақындағаннан кейін ол адам ашылады, бір адамда 100 рет жақындағаннан кейін ашылады, бір адамда 2-3 рет жақындағаннан кейін ашылады. Негізгі орта есеппен 100 қызға жақындау керек. Негізі жақсылап ашылу үшін 100 қызға жақындау керек. Және де ол қандай қыздар болу керек? Негізі өзің армандап жүрген қыздар, сондай қыздарға жақындау керексіңдер. Егер де жай қарапайым болсын, немесе жай қыздарға жақындасаңдар, мысалы, әдемілігі орташа, фигурасы орташа қыздар, онда ол ешқандай әсер етпейді. Өйткені сендер ондай қыздарға жақындай аласыңдар, онда даму болмайды. Біз негізі өте әдемі қыздарға жақындауымыз керек. Өйткені сендерді тәжірибе көбейту үшін, қыздармен сөйлесу үшін сендерге әдемі қыздарға жақындау керек. Негізі 30, 40, 50 подход жасап танысқан ол өте аз. Bir күнде 40-50 подход деген 2-3 күнде болсын, 40-50 деген ол аз. Біз 1-2 күнде 100 қызға жақындау керекпіз. Ең әдемі қыздарға жақындап 1-2 минутте сөйлесу керекпіз. Сол кезде бізде нәтиже болады. Бұлай 30 рет, 40 рет жақындасақ, онда аз, одан да аз. Негізі қазіргі жігіттер, еркектер, олар күніне жақындағаның өзінде 1-2-5 рет қана жақындау мүмкін, ең көп жақындағаны. Бұлай да көбісі жақындамайды. Көбісі интернетте отырады, WhatsAppта отырады. Әйтеуір интернетте көбісі батыр. Мысалы, ВКонтактедегі танысуды алсақ, басқа сайттағы танысуларды алсақ, ол жақта жігіттер бір қыз деген танысу сайтына танысам деп бір сурет қойса, болды. Астында бірнеше жүздеген жігіттер қалайсың, не істеп жатсың, номерін берші деп көбісі сөйтіп жүгіріп кетеді. Бірақ ол дұрыс емес. Мысалы, далада неге үйтіп таныспайды, неге интернетте бәрі солай танысады? Өйткені далада адамда ұялшақтық бар. Бұл табиғи жағдай. Өйткені әр ұлдың, еркектің, қыздың болсын миында ол қалыптасқан, ол ұялшақтық біз өзіміз білмейміз. Бірақ адамның миы солай орналасқан, адамның миы негізі комфортты ойлайды. Мысалы, қызбен танысу, ми деген бізде былай ойлау мүмкін. Ми деген ол қауіпті нәрсе деп ойлау мүмкін да, сондықтан миге бізге комфорт керек. Комфорт. Қызбен ұялсаң, таныспай қой, өзімізге жақсы деп сөйтіп ми ойлайды. Ми деген дамуды ойламайды. Сондықтан жігіттер далада таныссаңдар, әдемі қыздарға, ең әдемі қыздарға жақындаймыз. Минимум 100 рет. 1-2 күнде 100 рет жақында привет деп айтпаймыз, тек 1-2 минуттай сөйлесу керекпіз қызбен. Номерін аламыз, тырысамыз танысуға, жоқ десе де басқа қызға барамыз. Сол кезде бізде математический теория ойнап кетеді. Бұл жақта бәрі сендерге жоқ демейді. Әрине арасында иә дейтіндер болады, өйткені ол табиғат солай жаратылған. Өйткені біз денемізді турникке, брусьяға болсын, штангымен качать етсек, дене мысалы 100-200 рет качать етсек, біз денеміз шықпайды деген мүмкін емес. Ол табиғаттың несі. Ол дене шығады. 10 рет, 20 рет болмасын, 100 рет качать етсек, ол дене шығады. Сол сияқты қызда бұл жақта сондай тақырыпта қыздарға
мысалы 10-20 рет жақындаймыз да қыздардың бәрі жоқ десе біз түңілмеуіміз керек. Ол 20 рет жақындадық, ол өте аз. Ол минимум 100 рет қызға жақындау керексіңдер. Минимум 100. Негізі 300 рет күшті. 1-2 күнде 300 қызға, әдемі қызға жақындасыңдар. Сендер ашылмақ, тұрмақ, сендер жарыласыңдар жігіттер. Сол кезде сендерді ұялу деген мүлдем болмайды. Ұялшақтық, ондай ұмытасыңдар. Әр түрлі қыздармен сөйлесіп кете берсін. Бұл негізі тәжірибе, бұл негізі опыт, негізі сөйлесу өзіне өзі сөздер құралады. Опыт келе 100, 200, 300 рет жақындасыңдар, қыздармен жақсы сөйлесе бастайсыңдар. Және де 1-2 күнде 300, енді минимальный алып тұрмын негізі. 100 қызға жақындап сөйлесеміз. Сөйлескеннен кейін қалған күндері біз күніне 1-2-3 қызға жақындап сөйлесеміз. Өйткені біз тәжірибемізді бір қалыпты деңгейде қатыру үшін сөйтіп етеміз. Бастапқыда негізі минимум 100 қызға жақындау керексіңдер. Өйткені одан аз бұл саналмайды. Көптеген ұлдар, жігіттер жазады, біз 10-20 рет жақындадым, ешқандай қыз менімен танысқан жоқ деп, оларда қайта обратный отчеты ойнатты. Өйткені олар түңіліп қалды, жақындаудан тәжірибе жоқ деп, нәтиже жоқ, 20 қызға жақындадым, бәрі маған жоқ деп өздері түңіліп қалды. Ол негізі дұрыс емес, әрі қарай жалғастыру керек. Көп жақындасаңдар, әртүрлі тәжірибе жинайсыңдар. Және де айтар кетер, көбісі жақындайды, сөйлеспейді, армандайды, оның бәрін қою керек. Негізі қызға жақындаған дұрыс. Сол негізгі осы тақырып қыздан ұялмау үшін қанша рет 1-2 күнде подход жасау керек. Ең бастысы біз көп рет жақындау керекпіз. Бастапқыда қызбен сөйлеспес бұрын біз 1-2 күнде 100-150 рет қызға жақындау керекпіз. Ең әдемі қыздарға жазып алыңдар қағазға. Ең әдемі қыздарға жақындаймыз. Бізге жоқ дейді, я дейді, жоқ дейтіндер болады, я дейтіндер болады. Сондықтан сонда есептейсіңдер, орта есеппен қанша қыз жоқ деді, қанша қыз я деді. Соған орай сендер өздеріңше бір система құрастырасыңдар. Ол системада сосын басқаша жақындап көресіңдер, басқа қыздарға басқаша сөйлеп көресіңдер, кішкене артистизмді дамытасыңдар. Сол көбінесе қанша қыздар қалай жақындаса, қалай болады, қалай номер береді, соның бәрін зерттеп өздерің көресіңдер. Ол үшін бізге қызға жақындау керек. Одан аз жақындаудың қажеті жоқ. Мен айтып кеткендей, 10-20 рет жақындаған өте аз. Күніне 1-2 рет 1-2 күнде 100 рет жақындау керек. Одан ары қарай 3-4, бір жетіде 5 күн мысалы. 1-2 қызға әдемі, өйткені біздің формамыз кетпеу керек. Форманы бір қалыпта қалдырсақ, 100 қызға жақындасақ, ол мысалы 1 ай, 2 айда кетеді сол форма кетеді. Егер сендер 10-20 қызға жақындасыңдар, онда ол форма мүлдем қалыптаспайды. Сосын 100 қызға жақындаймыз, бізде 1 ай запаста болады. Біз өзіміздің формамызды сендер негізі әдемі қыздарға жақындап 1-2 сөйлеске 10-20 қызға 50 қызға жақындасыңдар, өздерің көресіңдер жігіттер. Қандай сезімде боласыңдар, қандай сендердің настроенияларың күшейеді, қандай жеңілдікте боласыңдар. Ал жай қыздарға жақындаудың қажеті жоқ. Кейбір жігіттер жай қыздарға жақындап айтады, ой, мен таныстым анау қызбен таныстым деп жігіт достарына мақтанады. Ол негізі дұрыс емес. Ол жай қыз, ол таныса аласың сен, бірақ ешқандай әсер алмайсың. Сондықтан даму керек жігіттер, даму. Әдемі қыздарға жақындаймыз, ұялмаймыз. Мен талай автобустарда көрем. Мысалы, автобуспен де жүрем, автобуспен жүріп бара жатсам, қасында бір жігіт отырды, өз телефонды чұқылап, оның қасына әдемі қыз отырды. Сол кезде мен
қарап зерттей бастадым. Сол кезде жігіт деген ол қызды көрмексен боп телефонын шұқылап отырды. Ол қасына қыз деген оған бірнеше рет қарады, бірақ ешқандай нәтиже болмадықтан біраз отырды да, сосын аялдамадан түсіп қалды. Сол кезде жігіт деген терезеге қарап, ол қызды басын бұрып, 180 градусқа бұрып, қызды қарай бастады. Сондай негізі жігіттер қателіктер болмау керек. Орыстарда мақал бар ғой, лучше сделать и каяться, чем не сделать и маяться. Қазақшалай аударсам, жасап өкінген дұрыс, жасамай армандағанша деген. Негізі жасап өкінген дұрыс. Жоқ десе жоқ, десе я. Сол кезде сендерде үлкен пайыз шанс көп болады. Сондықтан жігіттер, қыздарға жақындаймыз, 1-2 күнде 100 қызға жақындаймыз, әдемі қыздарға. Көшеде неде болмаса, оқу жақтарға барамыз. Общага, колледж болсын, общагаға барамыз. Ол жақта қыздар өте көп. Кешке олар көктем, жазды күндері скамейкада отырады. Сол жерге жақындаймыз.